Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Назарларыңызға мектеп жаңалықтарын ұсынамыз. Сіздермен бірге мен, Дина Қонақбаева. Мектебімізде ұстаздар мерекесі салтанатты түрде аталып өтті. Концерт басында сөз алған мектеп директоры Олег Владимирович барша мұғалімдерді мерекесімен құттықтап, жетістіктері үшін марапаттады. Уважаемые друзья, учителя, родители, дорогие наши дети, от имени администрации поздравляю вас с этим, не побоюсь этого слова сказать, великим праздником, Днем Учителя. Одан әрі оқушылар мұғалімдерге өнер көрсетіп, жиналған қауымды мерекелік көңіл-күй сыйлады. Ұстаздар мейрамына орай өткен сенбі мектебімізде дублер күні болып белгіленді. Оқушылар өздеріне жүктелген мұғалім жауапкершілігін ойдағыдай атқарып шықты. Алматыда өткен республикалық астрономиялық турнирде біздің оқушылар бас жүлдені жеңіп алды. Астрономия үйірмесі қатысушыларынан іріктелініп алынған 8-ші, 10-ші сынып оқушылары Шалабаева Аружан, Нағатай Айсаны, Ешимова Алуа және Малиба Динмұхамед өзгелерден оза шығып, бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Ал жетекші мұғалім Айжан Мансуроваға ұйымдастыру комитеті алғыс хат ұсынды. Өткен аптада мектебімізде Қазақ ұлттық университеті ашық апталық өткізді. Бір жұма бойы мектебімізде көрме ұйымдастырылды. Ғылыми белсенділікте университет ғалымдары оқушыларға қызықты дәрістер оқыды. Келесі аптада жағымды жаңалықтармен жүздескенше сау саламатта болыңыздар.